Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында оңай жасалынатын өте дәмді цезарь салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен батон нандарымызды осылай алып, кубиктап, төрт-бұрыш етіп турап аламыз. Яғни бізге қытырлақ нан жасау үшін қажет. Біз бұны табада салып қуыратын боламыз. Содан соң бір тіс сарымсағымызды алып, осылай пышақтың көмегімен турап аламыз. Өте қатты майдалап тураудың қажеті жоқ. Табамызға сұйық май құйып, сарымсағымызды салып қуырамыз. Яғни орташа отта 2-3 минуттай қуырып, сарымсақ қызыл сары түске ене бастағанда біз сарымсақтардың барлығын аламыз. Осылай қуырса, біздің қытырлақ нандарымыз өте дәмді болады. Осылай алып, содан соң батон нандарымызды салып, үстіне кішкене паприка сеуіп, осылай араластырып, қытырлақ болғанша қуырып аламыз. Енді біз соусын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге майонез керек, және жарты тіс сарымсақты үкіштің ұсақ жағымен өткізіп, зәйтүн майын және бір шай қасық соевый соус қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде міне салатымыздың соусы дайын болды. Енді бізде ең маңызды нәрсе бұл айсберг орам жапырағын пайдалану. Бұл өте дәмді, сондай қытырлақ болып келеді. Сондықтан да оны осылай қолымызбен үлкендей өтіп турап аламыз. Енді тауықтың төс етін осылай үлкендей өтіп тураймыз. Тауықтың төс етін мен суда жарты сағаттай пісіріп алдым. Тұз салып, маринадтап духовкада пісіруге болады, және табада қуырып жасаса да болады. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін бізге осылай айсбергтің үстіне пармезан сырымызды салып, соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Жаңа айтып кеткендей, осы салатқа міндетті түрде осы айсберг орым жапырағын пайдалануға кеңес беремін. Өйткені бұл өзінің қытырлақ, яғни хрустящий деп айтамыз, сондай қалпын ұзақ уақыт тұрса да соуста жоғалтпайды. Барлық уақытта хрустящий сондай қытырлақ қалпында болып тұрады. Енді осылай дайындап алып кесіп қойған біздің тауықтың төс етін қоямыз. Содан соң черри қызанақтарын екіге бөліп, оларды осылай қойып шығамыз. Черри қызанақ болмаса, кәдімгі үлкен қызанақтарды қолдана беруге болады. Енді осылай үстіне пармезан сырымызды сеуіп, азғана, содан соң қытырлақ нандарымызды қойып шығамыз. Қытырлақ нандарымызды осылай маған көбірек салған ұнайды, себебі қытырлақ нандарымыз өте дәмді, жаңағы сарымсақтың майына қуырғандықтан. Енді осылай бетіне пармезан сырымызды себеміз. Міне бізде салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді осылай бір жұмыртқаны 4 бөлікке бөліп, осылай тек әдемілік үшін ғана қойып шықсаңыздар болады. Бұл міндетті емес. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қазақша каналды қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыз.